Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ пицца жасайтын боламыз. Ал кеттік. Бізге ең алдымен ұн, тұз, қант, жұмыртқа, май, дрож, жылы су қажет. Ең алдымен жылы суды құямыз. Үстіне қант пен тұзды салып жақсылап араластырамыз. Менде мынау зәйтүн майы. Зәйтүн майын қосамыз. Одан соң бір жұмыртқа қосып жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне дрожды саламыз. Суларыңыз ыстық болмасын. Ыстық болатын болса, дрождарымыз өліп қалады. Енді аздап ұнды салып араластырып аламыз лопатканың көмегімен. Менің каналыма тіркеліп, жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай қамырды жақсылап илейтін боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Қамырымыз 1 сағаттай тұрды. Міне жақсылап көтерілді. Енді қамырды алып, мен 3 бөлікке бөлдім. Осы қамырдан 3 пицца шығардым. Жақсылап илеп қоямыз. Қамырды жайып аламыз осылай. Одан соң начинкасына менде базилик пен орегано, кетчуп, майонез, колбаса, сыр, тауық еті және помидор, болгарский перец. Ең алдымен кетчупқа мен приправаны салдым. Жақсылап араластырып, бірінші майонезді жағып, одан соң кетчупты жақтым. Салмасына өздеріңіздің таңдауларыңызға қарай. Менде бұл жерде тауық етін пиязға қуырып алдым. Ал менде екінші салмасы ол колбасамен болды. Үстіне қызанақты салып, оның үстіне сырды салып, 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын, тек келесі кездескенше.